Ассалаумағалейкум. Арыс автокөлік базарындамыз. Өлеке ойланып тұр, не көрсетсем екен, қандай арзан машина көрсетсем екен. Иә, бүгін арзан қатардамыз. Бүгіннен бастап арзандарды көрсетейік, алдағы уақыттарда жақсы қымбат көліктерді көрсетеміз біртіндеп. Күн сайын біздің арнада болыңыздар. Сол үшін тіркеліп бізге лайк қосып отырыңыздар. Honda Shuttle деген көлік тұр ғой. Газбен жүреді екен. Так, не деп тұр? Ашпай қой, ашпай ұйықтап отыр. Ішінде адам ұйықтап отыр ма? Былай көрсетейін, 98 жылғы объем 2-3 газбен де бензинмен де, коробкасы автомат 3 миллион 700. Ешқандай ақша салмайсың дейді, жүре бересің дейді. Жаққа қарай бұрылайын ба? Неге бұрылып баратыр десем, мына жақта мындай BMW тұрды. Қазір көрейік ал. BMW-ның не деп тұрғанын. 91 жылғы объем 2, механика 1 500 000 саудасы бар. Мұндай қылып жатқызып қойған екен да. Жүргенде көтеріле ма, бүйтіп қанатын жай ма? Прошивка бош. Прошивка бош. Прошивка бош? Я өзі бөлінеді. Очень просто екі сияқты жүрмейді, кішкене қатты жүреді. Турбо сияқты ма? Примерно сөйтіп айтса да болады. 1,5 миллион теңге саудасы бар дейді. Мен айтам, жатқызып тағансың да, әдейі жатқызып тастайсыңдар ойында. Осылай келді маған. Сосын жүргенде көтеріледі ма дейді? Жоқ. Сол кесілген ғой, несі бақылайды. Ал, осы ма BMW? Toyota тұр. Toyota нешелік еді мынау? 10-дық бар еді, ана жақта тұр ма ол? Так, мана бір түсіріп едік, дауысымыз шықпай қалған. Қайттан жалғастырып, басынан бастап түсіріп жатырмыз. Иә. Уалейкум ассалам. Немесе нешелік мынау Camry? 1,5 миллион деп тұр. Десятка ма, 93 жылғы объем 2-2 механика. Неше жүрген дейді? 500 000 жүрген деген. Шынды ол? Жолмен жазып қойған шығар да? Жоқ, 500. Қасында Subaru тұр екен. Каналымызда көліктер әртүрлі болсын. Басқа да көліктерді көрсетіп кетейік. Subaru. Дөңгелектің жағдайы мінекей, көріп тұрсыздар. Артында мындай несімнен ұзын қылып шығарып қою дұрыс па? Астыдағы келе жатқан машиналар байқамай анан түртіп қалады ғой. Зато? Сол үшін ана машина соқпасын деп те шығарып қоятын сияқты. Совсем ұзын сияқты. Тақалмасын деп те? Қысқарту керек деп ойлаймын енді. Ой. Неге? Бұл машина иесі үшін жақсы. Арттан келе жатқан машина үшін жаман да. Енді одан тақалмайды ғой, одан ары. Иә, механика екен. Гүлекең дұрыс айтады негізінде. Гүлекеңе пока дұрыс айтады дей беруіміз керек. 94 жылғы объем 2, бағасы жоқ. Телефон 77-535-64-55. Ал кеттік, мәселесі. Бәрін подряд көрсетелік пе? Көрермендерім сөйтіп сұрайды да, бәрін қатарынан көрсетшейші. Бөлме, үзбе деп. Мерседес 90 жылғы объем 2,6, бағасы 2 миллион 600. Телефон нөмірі мінекей. Nissan моторын ашып қойыпты. Nissan десе, Primera деген сияқты келеді маған. Кім? Бұл қайсысы екен? Кім екен ол? Жазып тұрған жоқ па? Жоқ. Моторы мінекей, ал моторынан танайын десеңіздер. Артына барып келейін ба? Жоқ, мен барып келейін, сен айта бер. 2001 жылғы объем 2, автомат 3 миллион 200. Сіздерге хабарласады. Механика екен, да? Жоқ, автоматика болып кесем сұрайын. Сіздің телефон номеріңіз қайда? Қай, арзанда ма? Жағдай, бұл Nissanның. Ау? Көрермендерге осындай көлік керек болса хабарласады ғой? Неге? Телефон жазып аласыз. Арзанда тұр телефоны. CR-V Honda. Бұл 2008 бензин автомат коробкасы 3 миллион 700 деп тұр. 300 000 жүрілген дейді. Телефон нөмірі міне көрсетіп тұр. Honda CR-V деген жақсы машина деймін де, сіздікі ма? Қалай өзі? CR-V жақсы ма? Мақтай ма? Негізі мақтайды. Сіз тұрып атқаным ғой өзіңнен. Ал CR-V деген осы, бағасын көрсеттім, телефон көрсеттім. Camry неше ал, Гүлек, айтшы ал. Camry 10. 10? Қойш. Қайдан біліп қаласың ана?
Так, 93 жылы привозной мотор, ходовка идеальный 100%, бағасы 1.650.000, тағы да түсірем дейді. Телефон 8700 764 2030. Андай қылып та жасап қояды екен ғой да бүйтіп жамап. Сыртын шпаклевка құлап жүрсе білінбейді екен негізі. Camry 10 деген осы мына жігіттікі деймін де, мынада келіп кетеді осы жерге. Механика айтты оны күлекен. Іші мынау жастықтар енді бұлардан не сұраймыз енді. 93 жыл қалмыз. Қойшы, мынау да арзан көлік екен. Бірақ ең арзаны манағы болды. 400 мыңнан арзан болмайды шығар енді басқа машиналар. 300 мың деген машинаны көрген жоқпын. Так, мынау көлік. Қазір айтам, бұл да арзан көлік. 400 мың болмағанмен соның о жақ бұл жағында. Қанша деп тұр ал? 600 мың 98 жылғы. 600 мың демек, андай қылып айтшы дұрыстап. Дігідің деген сияқты қылып. Шауып тұрған дейсің. 98 бе? 88 бе? Қане? Көрсетейік. 98 деп тұрған сияқты. 600 мың телефон нөмірі осы. Мына BMW-ні обмен жасайын деп тұр. Яғни ауыстырамын деп тұр. Қазір көреміз, бірінші танысып алайық. BMW-ның жағдайы мінекей. BMW-ның негізі Гүлекен ғой. Жақсы көреді. Айтпақшы, Мерседес пе Гүлеке, BMW ме деп сұрамадық па не? Достар айтты ғой. Қазір. Мінекей 95 жылғы 2.150.000 телефон нөмірі мынау. Өзі үстіне ақша қосам дейді, бірақ кішкене басқа машина аламын дейді. Не автомат алайын деп едім дейді. Бірақ өзім қосам дейді ақшаны. Алдында қандай қорытынды шығардың? Көбіне айтты. BMW айтты ма? Мерседес. Екеуі тең-бетең сияқты. Көбі Мерседес айтқан сияқты комментарийлерде. Солай ма? Негізі мен айтқан ғой, маған да айтқан ғой. Мерседес екеуі бірдей болды негізі. Бірдей сияқты. Бірдей болды екеуі. Мына шансқа келіп, мына тоқтадық қой. Бұл шансы 13 жылғы екен. Қазір ішін көрсетіп жіберейін. Механика. Ішкі жағдайы мінекей. Шауып тұр ма? Ағасы? Шауып тұр дейді. Мінесінде кете бересің дейді бұл шансты. Жоқ, коробкада не бар? Звук бар. Коробкасында ақау бар дейді коробкасында. Жасау керек пе оны? Не ол коробкасында ақау болса? Зың дейсіз. Не сары нөмір болса? Витна ғой менің. Такие Загра. Загра, Витна жетістімен жүрсіз бе? Бірақ сіздің атыңызда да? Иә, мен атым. А так, машинға есі жоқ. 1.450.000. Нөмірі мынау. Сонда мына Қазақстан болып тіркеліп тұрады ғой да? Алған адам Қазақстан нөмірі ала ма сонда? Мен гражданство алмадым да әлі өзім. Қай жақтансыз негізі? Қарақалпақ. Қарақалпақстан екен. Chevrolet Rezo. Chevrolet Rezo? Rezo дегенде бар ма Chevrolet'те? Бұл да Өзбекстаннан шыға ма? Жоқ, Южный Корея. Кореянікі ма? 1.900.000. Келсем дейді. Телефон нөмірі мынау. Объем 2. 2004 объем 2. Неше адам отырады ішіне? Автомат. Неше адамдық? 5 адам. Мана ана жүріп тұрды деймін де? Иә. 5 адамдық дейді, кәдімгідей. Автомат. Баллон. Дөңгелек қосып берем дейсің де, қысқы ма? Қысқыны салып дайындап қойдым дейді, бірақ түскен жазғыны қосып беріп жіберем дейді. Өзінің нөміріне хабарлассаңыздар, саудаласып көрсеңіздер болады. Түсіресің ғой да? Не? Ішін көрсеттім ғой. Так, мінекей телефон нөмірін қайтадан көрсетейін. Ал, осы нөмірге хабарлассаңыздар болады. Мына Mitsubishi жылдырап тұр ғой. Қарашты. Ал қарайық. Үйтіп кете алмай жатсың ба? Иә. Жарқырап тұрғасын. Күшті қылып сүртіп дайындап қойған екен. Дөңгелектерін айтам осылардың. Дөңгелектер свежий болады әйтеуір. Машина ескі болса да. Ал мінекей. Жағдайы. Үйінің ішін терезесі жалтырап тұр. Автомат екен. Ішін тазалап қойды. Ішіне дейтін. Ешсіз дейтін аямай шашып қойыпты. Ойбай. Так. 93 дейді. 2.400.000 телефон нөмірі. Осы базарда ең арзан көлік
иіттеп пе аяғым қолым ұстап жүрші Гүлке. Жоқ, не? Тиме Бос тұр. қаларға өзі өзің тұрған заттың мен сымменен ойлап нетіп қойдық Олар бағасын көрсетеміз базарда қазірше ең арзан көлік мына жердің бәрі мынандай болып жатыр бірақ енді бұдан арзан базардан таба алмайсыздар айтайын ба қанша екенін Сыммен байлап қойыпты ғой. қанша екенін айтшы қызық Бағасы 400 мың. 400 мың теңге Mazda 94 жылға 323 дейді мінекей 400 мың жазып қойған мына нөмірге соғып саудаласып көрсеңіздер болады алам деген көрермендерім болса алыстан тағы бір көрсетейін құрметті көрермендер достар өткендегі біздің Гүлекеңнің айтқан бір ауыз сөзін жерге тастамай қаржылай көмектегенде барларыңызша салып жіберіп жатқандарыңызға көп рахмет алла разы болсын ақшаларыңыз көп болсын бай болыңыздар енді біраз адам салды бәрін аттарын жазып отырдым өздеріне де жеке де рахметтерін айтып отырдық енді ол ақшаның бәрін Гүлекең өзінің қалтасын салып алмайды жаңағы осы жерде мұқтаж адамдар болса басқа жерден болса да бір шетінен бір бөлігін береді яғни сіздердің берген қаражаттарыңыз ол бір шетінен бір қалай айтсам иә қайырымдылық ретінде де бір жұмсалады деп айтқаным ал енді тағы да Гүлекеңе салам десеңіздер салсаңыздар болады Не? Қанша болса да сала беріңіздер. ең төмені 100 теңгеден бастап Каспийді жазып қоямыз төменге сол жерге қолдау көрсетіп отырсаңыздар болады ол қолдау не үшін дегендер бар ғой Иә, ол біздің қазақша каналды дамыту үшін, көбейту үшін, алдағы уақытта сосын басқа елдерге шығу үшін, көлік көрсетуге. Кронс, Mazda. Гүлеке сен неге бүгін қаланы түйіп жүрсің? Күн бұлт болғасын бұлттанып тұр ғой. Ай бәсе сондай бірдеңе болып тұр. Че-то ана ненде лайкты да көп сұрамай жатсың. Достар салады, өздері басады ғой. Mazda Кронс. Жағдайы мынау. Ше, неке багаж үлкен екен. Кондер Mazdaның ба? Сенікі ма? Кондер істеп тұрса жақсы ғой. Қыста от шашатын, жазда қар шашатын деп қоясың ғой, сондай ерекшелігі бар деп. Механика екен да. Жағдайы мінекей ішін бәрін тап-тазалық қойды. Неше машинаң бар? Сатып тұрған. Осы екеуі ма? Досым. Досымдікі ма? 92 жылға объем 2, полный комплектация, кондиционер, май жемейді, совсем татпайды дейді. Телефон нөмірі мінекей ал. Мінесінде кетесің дейді ал. Так, мынау кім? Каризма дейді, Mitsubishi. Автомат деп жазып қойыпты, не аңғыл бақырайтып қойыпты. 96 жылға автомат. 1.6 объем. Мынаны алды ем? Подфок дейін де, зимний. Подарок зимний деп тұр. Подарок зимний. Қазір жазғымен тұр ғой да? 1.800.000. Дөңгелектері мінекей. Жазғы дөңгелегі. Қысқы төртеуін салып жіберем дейді. Қалай? Иә, оны айтып жатырмын мен. Мынау автомат. Іші мынау. Есіктер мінекей. Иномаркілердің бір жақсы осыда есең түк салып түртіп қалсаң жаула береді ғой. Анау орыстардың машинасы сияқты емес. Ал Каризма деген осы Mitsubishi. Оның қасында Mazda тұр, Mazda 626. Не? Жазу жоқ. Көрсетпеймін дейді. Ақпарат жоқ па? Иә. Audi. 88. Қойшы, 88 жылғы да машина бар ма? Объем 1.8 механика, бағасы 1.300.000. 88 болған менен де жүріп тұрған болып тұр ғой да, қараш. Audi 88 дейсің де? Сіздердікі ма? Қазір келеді ғой. Қазір басқа ма? Сұрайын деп отқан 88 қалай жүріп тұр деп. 1.8 объемы 1.300.000 механика, телефон нөмірі болсын. Неге Мерседес ғаржиш дүңкейіп қарап тұрға мені қара деп. Басқаша ғой да? Жоқ, бұл ана нелер. Жоқ, Мерседес басқаша ма? Қарағанда ескі болса да. Кейбір Мерседестер шамалы болады, но күшті болып тұр екен. Деп қоймасақ, басып Гүлекеңді. Айтпаймын.
Нәсі, Мерседесті айтпаймын дейді. Ал құрметті көрермендерім, андай ғой, біз Гүлекең күні жарысып жүрміз ғой. Кеше өткендегі аптанікі бірдей болды почти. Жаңағы Мерседес дегендер де болды, BMW дегендер де болды. Енді тағы да соны бізге білдіріп қойсаңыздар, Мерседес дегендеріңіз лайк басып, BMW дегендеріңіз каналға тіркеліп қойсаңыздар. Керемет болар еді. Ну, не істеп кеттің кен? Керісінше айтып кеттің бе? қалай? Жоқ, енді былай қалай айтып отырмын ғой. Бәсе? Саған BMW дегендер тіркелсін енді. Мерседес дегендер лайк басса, комментарий жазып қойсаңыздар да болады. 2,5 миллион. Телефон нөмірі мінекей 96 жылғы. Мынау да тым жақсы көлік екен, иә? Алдындағы орыс кісінікі емес пе? Қандай орыс кісі? Бір үлкендеу кісі болды ғой. Аға, орыс. Білмеймін. Сен жақсы аға деп жүрдің ғой бір? Жоқ, ол орыс емес қой. Иә, басқа. Цейхананың қасында тұратын еді ған жерде. Иә, ол жақсы. Соның машинасы сияқты ғой? Соныкі ма мынау? Ол ағай ұлты ұйғыр ма? Сондай күшті кісі ол деген, иә. Күшті ол ной машина ұқсатып жылтыратып кетті. Дөңгелектері мынау 98 жылғы. 98, есігі жабық тұр да, алды да жабық тұр ма? Қанша деп тұр енді? 3 миллион 100. 3 миллион 100 телефон нөмірі мінекей. Мына 12 ма 14 па? 12 ғой деймін. Көрсетіп кетейік, Гүлеке. Машинаны сұрайтындар болады. Қанша, арзан ба? 2013 жылғы екен, 2 миллион 700 дейді. Механика, телефон нөмірі мінекей. Алдыңғы жетек. 13 дедім ғой. 2 миллион 700-ге алғанша Мерседес алған жақсы емес пе? Көрермендер айтып кетіңіздер, Гүлекең дұрыс айтып отыр ма? Гүлекең тағы да ең арзан машинаны тауып алды базардағы. Мана 400-ден арзан емес, бірақ арзан. Бірақ арзан. Енді білмеймін, енді бұны жаңа шаруашылыққа бір нәрсеге мініп айдап тастамаса, енді бұны көшеде такси өтетуге келмейді. Жаман қозғалып тұр ғой. Дөңгелегі мынау енді. Дөңгелеген өзі. Мен естісем қозғалып отыр. Қой, демейді, өзі әлің тұрған шығар. Соң қорқытпас адам. Айнасында мынандай шейінді корпустар, механика. Көлік сатылады дейді, бағасы 650 мың теңге. Тез арада сатам дейді ал. 1,8 жыл. Теуіп қарап отырмын, үстіне секіріп қарап. Телефон нөмірі мінекей.